Богданов Бельскийдің қиын есеп суреті көпшілікке белгілі. Бірақ бұл суретті көргендердің азы ғана тек сол суреттегі бейнеленген қиын есептің мазмұнына үңілген. Ол ауызша есептеу арқылы тез арада есептің нәтижесін табудан тұрады. 365-тен 10-ның квадраты, қосылған 11-дің квадраты, қосылған 12-ның квадраты, қосылған 13-дің квадраты, қосылған 14-дің квадраты. Есеп іс жүзінде оңай емес. Алайда, ол есеппен суреттегідей кейпі сақталған университет кафедрасын тастап, ауыл мектебінің қарапайым мұғалімдік жолын таңдаған жаратылыстану ғылымдарының профессоры Рачинский сынды мұғалімнің оқушылары бейнеленген. Талантты педагог өзінің мектебінде сандардың виртуозды қасиеттеріне негізделген ауызша есептеуді таратты. 10, 11, 12, 13 және 14 сандары қызықтыратын ерекшелікке ие. 10-ның квадраты, қосылған 11-дің квадраты, қосылған 12-ның квадраты, тең 13-дің квадраты, қосылған 14-дің квадратына. Теңдіктің сол жағындағы сандардың қосындысы 100 қосылған 121 қосылған 144 тең 365-ке. Теңдіктің оң жағындағы сандардың қосындысы 169 қосылған 196 тең 365-ке. Себебі 100 қосылған 121 қосылған 144 тең болады 365-ке. Онда бұл суретте қалпына келтірілген өрнек екке тең екенін ойдан оңай есептеуге болады. 365-тен 10-ның квадраты плюс 11-дің квадраты плюс 12-ның квадраты плюс 13-дің квадраты плюс 14-дің квадраты тең 2-ге. Алгебра бізге осы қызықты ерекшеліктері бар қатар сандары туралы мәселені кеңінен қоюшы құралды ұсынады. Алғашқы үшеуінің квадраттарының қосындысы соңғы екеуінің квадраттарының қосындысына тең 5 тізбектелген сандардан тұратын ол қатар жалғыз болып табылады ма? Шешуі. Алғашқы ізделінді санды x арқылы белгілесек теңдеу шығады. X квадрат плюс x плюс 1-дің квадраты плюс x плюс 2-ның квадраты тең x плюс 3-дің квадраты плюс x плюс 4-дің квадраты. Дегенмен, x арқылы бірінші санды емес екінші санды белгілеген ыңғайлы. Сонда теңдеудің қарапайым түрі x минус 1-дің квадраты плюс x-тің квадраты плюс x плюс 1-дің квадраты тең x плюс 2-ның квадраты плюс x плюс 3-дің квадратына. Жақшаларды ашып, ықшамдасақ шығады. X квадрат минус 10x минус 11 тең болады 0-ге. Осыдан x1 тең болады 11-ге, x2 тең болады минус 1-ге. Сондықтан Рачинский қатарының қажетті қасиеттеріне ие екі қатар бар екен. 10, 11, 12, 13, 14 және қатар минус 2, минус 1, 0, 1, 2. Шындығында минус 2-ның квадраты плюс минус 1-дің квадраты плюс 0-дің квадраты тең болады 1-дің квадраты плюс 2-ның квадратына.